Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға бір стакан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзадағы жағымды өзгерістер орын алады. Судың аш қарынға ішудің 9 пайдасын сіздермен таныстыра өтейін. Бірінші, ағза тазарады. Түнде ағза демалып қана қоймай, токсиндерден тазарады. Ал аш қарынға су ішу бұл процеске көмектесе түседі. Оған қоса жүйелі түрде су ішу бұлшықеттер жасушалары мен эритроциттердің өндірілуіне ықпал етеді. Екінші пайдасы көңіл күй жақсарады. Аш қарынға ішілген судың токсиндерді шығару мен ағзаны іске қосу қабілеті адамның эмоциялық жағдайына да жағымды әсер етеді. Су жүйке жүйесіне жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады және ұйқыны ашады. Үшінші пайдасы жүрек жұмысына көмектеседі. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Төртінші пайдасы асқазан ішек жолы ауруларын алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбіне асқазандағы жоғары қышқылдықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады және жағымсыз сезімдерден арылтады. Бесінші пайдасы зат алмасу жылдамдайды. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер зат алмасу процесін бақылау маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Алтыншы пайдасы тері жағдайы жақсарады. Күнде таңертең аш қарынға бір стакан су ішу арқылы тері жағдайын жақсартуға болады. Жетінші пайдасы шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оны өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сегізінші пайдасы бүйрек ауруларын алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Ал тоғызыншы пайдасы иммунитет нығаяды. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитет жағдайымен байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсер етеді. Ол өз кезегіндегі ағзаны қатайтып, түрлі аурулардың қоздырғыштарына төзімді болуына көмектеседі. Бүгінгі ақпаратымыз осы. Қазақ контентін қолдап, осы каналға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса жаза отырыңыздар.